жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Мыналарды мұздап тұрсын деп тоңасын қышқа салып қойып ем, ұмытып барады екенмін. Бізде әскери тәртіп. Көлік дайын, мен дайын. Bir кісілер сияқты емес. Ана ала сиырға жүгеріні сояудай қылмай турап сал. Сонан кейін төртке бөле салмай майдалап тура. Тісіне жұмсақ болсын деп. Талқан жасап беретін шығармыз, Қалшы, әке. Мүмкін әліге кішкене уақыт беріп көрерміз, Қалада бірден орнығып кету қиын дегендей. Ол енді шешілген мәселе. Ауылға қасыма көшіріп әкелем. Енді үлкен үйленген азамат қой. Оның ойында тыңдап көрейік. Сонан кейін бүгін пошташы газет әкеледі. Оны ана бірден ошаққа асыра салмай қаттап жинақ қой. Келген соң оқимыз. Әке, неге айқайлап сөйлейсіз? Мен газетте шаруам жоқ. Әке, сіздің газеттеріңізді ошаққа асырмай сақтап қоямыз. Ал отыр кәлі. Жаратқан ием жар болсын. Сапарымыз сәтті болсын. Алла жолыңды бере көр, Алла әкбар. Жолыңыз болсын. Кеттік. Жақсы айналайын. Кеттік. Ал әке, отырыңыз. Қағандай? Даналық барған бар әлем таныған қалам бар дарқан жырым. Арайлап таң атқан шуағын таратқан далам бар жауқар нұрым. Тамырым ауылда, қанатым қалада, көкпен жер көрік берген. Ай мен күн алмасқан, ұрпақпен жалғасқан бақытты бар тағдырым. Ауылым шапағатым-ай, астанам салтанатым-ай, өмірім махаббатым-ай, махаббатым-ай, махаббатым-ай. Тағдырым ғаламатым-ай, ұрпағым аманатым-ай, өшпейтін махаббатым-ай, махаббатым-ай, махаббатым-ай. Ақсақал көңіл күйіңіз жоқ қой. Ұшақ жайсыз қондым әлді, Қазір өз ұшаққа мінуді қиын болып кетті ғой, Өй, айқасайшы. Ұшақ жайлы болды. Жайсыздықтың бәрі жерге түскен соң болып жатыр. Мына кісі менің әкем. Негізі мінезі жұмсақ адам. Астанаға мемлекеттік деңгейдегі болмаса да, өте маңызды шаруамен келе жатқасын, жеңіл-желпі әңгімеге зауқы соқпай отыр. Ал мынау мен, ақсақалдың кенже баласы Әли. Дәлірек айтсам, бұл менің қиялымдағы Әли. Ал өмірдегі Әли, міне. Неге ертерек хабарласпадыңыз? Өзім ақ күтіп алатын едім ғой. Әкем мінезін білесің ғой. Өзім тауып алам, мазаламаңдар дейді. Жаңа ғана шығарып салдым. Сосын әкем қонаққа бара жатқан жоқ. Сендерді ауылға көшіріп әкелем дейді. Көшіріп? Дүние мүліктерін жинап, дайын отырыңдар жолға. Өздеріңе жеңіл болады. Жақсы.
Қарлығаш, сәлем. Сәлем. Ай, саған не болды? 2 сағат бойы WhatsAppқа шыққан жоқсың. Сені уайымдап бірдеңе болып қалды ма десем? Атамды шығарып салғам, қолым тимеді. Атаң қайда кетті? Қыдырып? Астанаға кетті ма не? Иә. Не, әлелерге бірдеңе болып қалды ма? Ештеңе болған жоқ. Неге төндіріп жүресің бірдеңені? Жай қыдырып кетті Астанаға. Баласын қаладан ауылға көшіріп алып келейін деген ғой. Демесін атаңқы дұрыс. Иә? Қалаға үйреніспеген соң, ауылда жері бар, үйі бар, малы бар. Үйге ие болсын дегенді. Онысы не еді? Бағила, таңғы жаңалықтарды естігің келсе, теледидармен тұр. Заттарымды реттестіріп алайын, бара тұрасың ба? Бағош, сағат 12-лерде кел. Бағила ТВ-дің түскі жаңалықтарын естуге қарсы емеспін. Бағила енді келмейді. Осы жер ме аға? Келдік. Жақсы, рахмет. Жақсы. Қолыңыз болсын. Жақсы. Ағам мүмкін қалжыңдаған шығар. Гаухар? Қалжыңдаған шығар деймін. Қалжыңдайтын не, саған бүгін 1 сәуір ме еді? Ол кісі қалжыңдағысы келсе, күнтізбеге қарамайды. Бүгінгі жаңалыққа бәрінен бұрын осы сенің дипломы қуанатын болды. Пайдаланбайтын болса, несіне оқыды деп сандықтар ренжіп жатқан шығар. Қалай ойлайсың? Мен енді түсіндім. Гаухар! Ау! Бәсе! Банктың оқуына түсейін деген кезде, жоқ, ауыл шаруашылығының оқуына түсесің деп қойма бет. Қалада ыңғайлы жұмыс таппай, кейін қайта ауылға көшіріп алам деп, бәрін баяғыда ойластырып қойған ғой. Не деген жоспар десеңші? Сонда атамның қарапайым жоспарының құпиясын қазір ғана біліп отырсың ба? 6 жылдан кейін? Әй, білмейм ау, Али. Сенен жақсы банкир шығар ме еді, шықпас па еді. Гаухар, Астананың керемет көрінісін көзіңе скриншот жасап ал. Ертең ауылға барып, гіш сиыр сауып отырғанда қосып қоясың. Рахат! Скриншот дейсің бе? Иә, скриншот. Мә саған скриншот. Скриншот керек қоқады. Гаухар, қалжыңдадым, шын айтам, жан, болды. Қалжыңдадым деймін, қалжыңдадым. Белге қалжың. Келді. Мен қазір. Жан, ұмытып қалған жоқсың ба? Мен бір рет буындарыңды жібітіп, қайталап алмадым ба? Ашсаң жейді. Иә, тыңдап тұрмын. Кешіріңіз, маған Али керек еді. Біз сізді шақырған жоқпыз. Бұл 27-ші пәтер ма? Иә, дегенмен сіз шатасып тұрған сияқтысыз. Қағазыңызға дұрыстап қараңызшы. Кешіріңіз. 27-ші пәтер екен ғой, кешіңіз қателесіп кетті. Ештеңе етпейді. Киім үлгілеріңіз жақсы екен. Рахмет, кешіңіз тар. Жақсы. Мінекей. Бұл 5-ші үй, ал сізге 7-ші үй керек. Ол бізбен қатар тұр. Сізге керегі сондағы 27-ші пәтер. Рахмет, кешіріңіз. Оқасы жоқ. Ыңғайсыздау болды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы.
жақсы әкем қатты дайындалып келіпті. Мысырда билеуші болған, бірақ ата мекенін аңсап, туған жеріне қайтып оралған бейбарыс сұлтанды мысалға келтіре отырып, қалай болғанда да біздің ауылға қайтуымыз керек екенін түсіндірді. Бейбарыс бабамыз Мысырда үлкен билеуші болған. Былайша айтқанда барлық жағдайы бар. Соның бәрін тастап, туған жерге қайтып оралды. А сенде оның бір мысқалы да жоқ. Не қызмет жоқ, не пәтер жоқ. Сөйтіп отырып, мына қалада тұрам дейсің. Әке, түсіндім. Жинауға қанша сағат бересіз? Күштеп жер аударып жатқандай не сөз мына? Жаңағы мысалды мен саған неге айтып отырмын? Туған елге туымды тігейін деп өз ықтиярыңмен көш деп отырған жоқпын. Ата, 3 айдан алмадыңыз ба? Жоқ. Әкеңіз. Рахмет айналайын. Өте дәмді болды бәрі. Жақсы, мен ана жаққа барып кішкене газетті оқып келейін. Гауһар. Шәйді ауылға барып бірақ ішетін сияқтысың. Неге? Әкем ауылға қайтыңдар дейді. Жолға жиналайық. Бүгін тағы да түсіме кірді. Сен түсіме кіргенде бірдеңе болып жеді. Жақсылық шығар. Солай ме, солай. Бәрін маған тастап кете бардың. Біз сені ұмытқан жоқпыз. Сен қапа болма. Бәрі жақсы. Қарасай. Жарай ма? Келістік ба? Ұйықтаймыз ба? Қарлығаш, жаңа ғана Астанамен сөйлестім. Әли мен келін жұмыстан шығамыз деп өтініш жазуға кетіп. Өтінішті жұмысқа кірерде жазады, арызды жұмыстан шығар кезде жазады. Біліп жүретін болды. Арыз дегенді менен гөрі сіз жақсы білесіз ғой. Атамда қызық, тып-тыныш отырған балалар неге қозғап отыр? Әли мен келін келсе біз не істейміз, Сағи? Несіне уайымдайсың? Атаң атына арыз жазамыз да бөлек кетеміз. Жоқ әлде сен ана супермаркетіңді қимай жүрсің ба? Жаңа түскен келін емеспін, Сағи. Бір күнде заттарымды жинап алып кете қояды. Осы үйге бүкіл затым сіңген, оның бәрінің жігін ажыратам дегенше,
Мысалы, анда қолыңдағы кесе менікі ме әлде осы үйдікі ме, айтшы? Бұл кесе осы үйдікі. Сенің артынан келген дүниеден сенің өзің ақ қалдың ғой. Сенімен бірге келген ана 3 кесе сол жылақ құрған. Жыныма тимеш. Жай, менің не кінәм бар, а? Қытайдың затын артынан алып келген ана әкесі сен айт арызыңды. Не деп тұрсың, Сағи? Қалжыңа, шай құш, шай бол. Не көріп тұрсың? Мынаны сен жасадың? Иә? Сенің осындай істейтініңді білгем, дәлелдеу үшін осылай істедім. Иә? Бұрынғы жылы мына ауылды шегіртке басып еді. Биыл мына қарлығаштар қаптап кетті. Дүкен қарлығаш, тәрелкі қарлығаш, кесе қарлығаш. Бір күн өмірді маған басарсың. Саған да мөр басылған. Қай жерге? Сенің жүрегіңе менікі деген мөрді қарлығаш алып қашқан дақ басқан, Сағи. Саған дауа жоқ, әңгімесін түрін қара. Услышали массу причин не делать Қала деген осы. Амансыз ба? Ау. Амансыз ба деймін? Кеше үйін тауып бардым екен деп сізді ойлап. Иә, рахмет. Сондай таныс. Қайдан көрдім? Мұндайды ұқсастық болады екен ғой. Меңіне дейін қолмен қойғанда. Ұқсамасаң тумағыр жымиғанға дейін алмайды. Көрші, қалай? Арқаның ауасы жағып жатыр ма? Иә, арқаның ауасы керемет қой. Осында кеп тыныстау керек екен ғой. Балаларыңыз сізді үйге қамап кетті ме? Иә, ертең ауылға қайтамыз. Соған жиналып жүр. Аз уақытқа келіпсіз ғой. Асықпай жатып, қаланы аралап көрмедіңіз бе? Шаруаның реті солай болды. Осы арадан тамашаласам да жетеді. Көрші, былай істейік. 10 минуттан кейін аулаға түсіңіз. Неге? Әңгімемізді жерде жалғастырайық. Кешке дейін балконда сөйлесіп тұрамыз ба? Менің де үйге сыймай, ішім пысып отыр. Иә.
арасында концертте беруші еді, ол да жоқ. Қандай да бір өзгерістер болмайды. Анам саған не ештеңе керек деген ба? Бағила да жазбай қалды. Міне, жай аласың дағы, шетінен оқтамен жаясың. Бағи, қалайсың? Дүкенге келмей кеттің ғой. Мам, қазір үйрен алам. Бұлай қоя. Бәрін емес, қамырдың шетінен баста. Онда тұрған не бар? Бәрібір бауырсақ. Бағи, келсейші отырып шай ішейікті. Әңгіме айтып кішкене. Бағи, естіп отырсың ба? Бағила ТВ бүгін жұмыс істемейді. Профилактика. Қатты ренжіп қалған ғой дейм. Нағыздың жаны сәтсін айт. Шыпсты. Отырыңыз. Ескіше ескінің алдында отырғанша бой сергіте жүріп, әңгіме дүкен құрайық. Қалай дегенмен жастардың қаласында тұрамыз. Отырыңыз енді. Жақсы. Айтқаныңыз болсын. Болды енді. Жетер енді. Шартым келіп кетті. Мен тоқтату қиын. Не тура керек қазір әкемнен біліп келейін. Тұтқаны қатты ұстамапсыз ғой. Жіберсеңіз болады. Қорықпаңыз. Көлік жүргізуден тәжірибем жеткілікті. Шыны керек сіздің темір көлікті қалай еркін игергеніңіз туралы ғана емес, жалпы өзіңіз туралы білу қызық болды. Әңгімені әріден бастасақ, осы қаланың байырғы тұрғынымыз. Сонау Целиноград кезінен бастап осында тұрамын. Кешіріңіз ғой. Қазір. Айта беріңіз, Әке, мешітте қой дейін, тұқасын көтермей. Ол кезде қалада бір ғана үлкен дүкен, Цум деген. Сол жерде 25 жыл бөлім меңгерушісі болдым. Өзімде солай шығар деп топшылап едім. Өйткені жаратылысыңызды бөліп. Сөзіңіздің төркінін түсініп отырмын. Жалғыз бала, әкесінің жолын таңдап, сол елшілік жақта жұмыста. Қазір бала шағасымен мұхиттың арғы жағында, мен бергі жағында дегендей. Сіздің өмір баяныңызға қарағанда біздікі қызықсыз сияқты, сондықтан тіпті айтуға да тартыншақтап отырмын. Мектепте мұғалім болдыңыз ба? Сөз саптауыңыз келеді. Алыс кеткен жоқсыз. Аудандық газетте ширек ғасыр қызмет істедім. Былайша айтқанда, ауыл зиялысы. Үлкен ұл ауылда, қасымда. Кіші баланы қолым алам ба деген шаруамен келген ғой. Кешіріңіз, қазір, 1 минут. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Әкем қалаға келген бірінші күн осындай кездесулермен аяқталды. Әке, міне ертеңге билеттерді алып қойдым. Ертеңге дейсің бе, балам? Иә. Осы билеттерді 1-2-3 күнге шегере тұрамыз, ау деймін, шамасы. Неге? Енді неге болғанда бұлай ғой, сендерді тым асықтырып жібердім ғой деп ойлап отырмын. Бұл өзі көшу дегеннің өзі оңай шаруа емес, бұған әбден жақсылап дайындалу керек. Содан кейін мен
қалаға күнде келіп жатқан жоқ. Бір келіп қалған екем, дәрігерге қаралып алайын дегенім бұл. Иә. Келін мынау сенде болсын. Жоқ, иә. Шай жақсы шығады екен. Иә. Маған да шай өтіп берші. Әкем қол бұлғап, баяғыда қоштасып кеткен жастық шағымен қайта қауышты. Ана телефон оқып қойып хаттарын бытшын шығарған ғой телефон. Қарлығаш жеңгем ренжітіп алған құрбысымен қайта табысты. Бет ауыз көгала қойдай. Ал Сағи ағам көптен бері қайрылмай жүрген жұмысқа деген шабытымен қауышты.